Сәлеметсіздер. А4 қағазын пайдаланып тағы бір ою түрін назарларыңызға ұсынудамын. Қабыл алыңыздар, игіліктеріңізге жаратыңыздар. Міне 4-тен 1 бөлігі сызылған түрін көрсетіп отырмын. Скриншот жасап сызып алуға болады. Егер ою сіздерге қажет болып жатса, ою қызықтырса, сіздерді ою әлде ою түрлерімен көп танысқыларыңыз, біліскілеріңіз келсе, каналыма тіркеліңіздер, ерінбей жазылып қойыңыздар, артық болмайды, қолдау көрсетіңіздер. Мінекей әдемі ою түрінде пайда болды. Кез келген затқа қолдануға болады. Шайнектің астына қойғыштыққа да тіпті қолдануға болады. Төр көрпелерге, қыз көрпе деп айтып атады, барлығына қолдануға болады. Іске сәт, барлықтарыңызға каналыма тіркеліп кетіңіздер, қолдаңыздар, сау болыңыздар.